1 қазан халықаралық қарттар күні. Аға буын өкілдеріне алғыс айтып мерекемен құттықтау үрдісі әлем бойынша 1991 жылдан бері белең алған. Шаһар орталығында да аталмыш мейрамды тойлау игі дәстүрге айналды. Қалалық мәдениет үйіне жиналған қарттар қауымын алғашқылардың бірі болып қала әкімінің орынбасары Елена Бало құттықтады. Жыл сайын облысымызда 1 қазаннан бастап қарттар мен мүгедектерге қолдау айлығы өткізіледі. Осы күндері аға буын өкілдерімен түрлі кездесулер өткізіледі. Өңірімізде бір ғасыр өмір сүріп жатқан 5 адам бар. Бүгінде қала бойынша 40.274 зейнеткер бар. Оның 5.674-і еңбек ардагері, 134 соғыс ардагері тіркелген. Оларға мемлекет тарапынан үнемі қолдау көрсетіліп отырады. Біздің қарттар әр салада, әр шараларға мүмкіншілігі болса қатысып отырады. Бүгін біздің әкімшіліктің жоспары бойынша, қалалық әкімдіктің жоспары бойынша біздің соғыс ардагерлеріне мемлекеттік басшылар барып персональный адресini бәріне құттықтайды. Өздерінің әкімнің атынан және қалалық ардагерлер кеңесінің атынан. Мерекелік кешке арнайы шақырту алғандардың бірі Рамазан Ахмеджанов. 80-нің сеңгіріне жеткен ол өмірінің 33 жылын есепші қызметіне арнаған. 10 баланың ардақты әкесі Рамазан Ахмеджанов бұдан бөлек інісінің 3 баласын бауырына басқан. Бүгінде оның 37 немересі бар. Ардагер күніменен құттықтаймын қала тұрғындарын, осында келген мінекейдікада келіп отқан халықтарды барлығын, азаматтарын. Дендеріңіз сау болып, жылда осындай ардагер күніне келіп, қатынасып, қызық көргендеріңізге тілектеспін. Жиналғандардың құрметіне мерекелік концерт ұйымдастырылды.